Күнделіктіге бірыңғай тағам жасағанша арасында пияз бен фарш болса болғаны, осындай ерекше керемет тағам түрін ұсынамын. Ол үшін 5-6 дана үлкен пияз керек болады. Пиязды орта бөлігіне дейін, орта жеріне дейін пышақпен кесіп, ыстық суға салып 10 минуттай қайнатамыз. Енді фаршқа ұсақталған пияз, помидор, сарымсақ саламыз, және мен Веста басматидің езілмей шашырап тұрып пісетін күрішін қолдандым. Үстіне сұйық май және дәмдеуіштерді салып жақсылап араластырамыз. Енді пиязды суынан барлығын сүзіп дайындап аламыз. Пиязды 10 минут қайнаса жеткілікті, ұзақ ұстамаймыз. Пияздың әр қабатын осылай жеке-жеке ашып дайындаймыз. Тура голубцы секілді дайын болады. Тіпті пияз жемейтін адамдардың өзі жасап көрсеңіздер болады. Ешқандай да пияздың дәмі шықпайды. Керісінше өте керемет дәмді болып шығады, сочный болып. Енді әр қабатына бір ас қасықтан фарш салып, дәл осы видеодағыдай орап барлығын дайындаймыз.